Сәлем бәріңізге. Бізде бүгін пахлава. Пахлavaға бізге керекті заттар: жұмыртқа, сарысы мен ағын бөліп аламыз. Сметана, майонез, орех, сливочный май 200 грамм. Терка, ұн саламыз бірінші. Сосын сливочный майды теркамен өзілі өткіземіз. Және кішкене қант қосып жіберіп, бір қасықтай әбден араластырамыз. Чуть-чуть сода қосамыз. Бәрін араластырып аламыз. Осылай әбден мыжимыз. Сары жұмыртқаның сарысына майонез, сметана салып араластырамыз. Тестамызды қосып араластырып илейміз. Жұмсақ теста шығу керек. Кішкене тұрғызып қойған соң бөлшектерге бөлеміз. 7-8 бөлшек шығады бізде. Блендерге орехті еземіз. Бетіне қоятын орехті бөліп қойып қойыңыздар. Жаңағы сарысы бөліп алған ақуызымызға орех пен қант қосамыз. 200 грамм қант и бал қосып жаямыз. Тестамызды жоғалап ұн қосып жаямыз. Каждый раз ұн қосып отырсаңыздар жабысып қалады. Тестамыз майлы болғандықтан ұн қосып отырамыз. Осылай слой жасаймыз. Арасына начинкасын салып пышақпен кесіп аламыз. Жұмыртқаны сарысын жағамыз. Барлық жеріне жағып шығамыз. Орехтарымызды қоямыз үстіне. Духовкаға 170 градуста пісіреміз. Бетіне сироп жасаймыз. Бал мен су кішкене ғана қосып араластырамыз. Духовкадан алып, балды жап,